Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен нәзік, сүзбелі салмасы бар бәліш дайындаймыз. Егер сізге осы рецепт қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы сипаттамадан қарай аласыздар. Алдағы шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен ыдысқа ұнды елеуіштен өткізіп аламыз. Ұнға сары майды үкіштен өткіземіз. Менде үйдің сары майы. Енді қолымызбен осы екі ингредиентті үгітеміз, яғни крошка жасаймыз. Үстіне қант, тұз, ванильді қант, қопсытқыш, қаймақ және бір жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл қамыр, орысша айтқанда песочное тесто, әдеттегідей басында бірікпейді. Бірақ сіздер ешқандай сұйықтық қоспауға тырысыңыздар. Қолдың жылулығынан май еріп, қамыр жаңағы бір шарға жиналады. Қамыр дайын. Қамырды целлофанға орап, үстел үстіне қойып қоямыз. Енді бәліштің сүзбелі салмасын дайындаймыз. Ірімшікке қант, ванильді қант, бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ақуызын қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Ірімшікті салма дайын болды. Енді қамырдың 1/4 бөлігін кесіп алып қоямыз. Ал үлкен бөлігін тефлоновый коврик немесе пергамент қағазына жаямыз. Шамамен диаметрі 30-35 см. Форма, тәрелке немесе жай ғана дөңгелек ыдысты алып, жайылған қамырға бастырамыз. Қатты баспай қойыңыздар, қамырда жай ғана дөңгелек із қалып қою керек. Дөңгелектің шеттерін аламыз және видеодағыдай әсемдейміз. Енді салмасын саламыз. Қалған қамырды жайып, осылай ұзынынан кесеміз, бәліш бетін әсемдейміз. Салмасынан қалған сарыуызды бәліш бетіне жағамыз. Менде ол сәт видеоға түспей қалыпты. 180 градус қыздырылған пешке 50-60 минут шамасына қоямыз. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеруге болады. Таяқша құрғақ болып шығуы тиіс. Сүзбелі бәлішті міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.